бөлек шығып өздері сосын осы заңғардың өз баламыз ғой деп жеңгеліп жасап жатқан тойлары үлкен қылып жасағанға қазір әркімнің әртүрлі жағдайы бар. Біреу шақырғанда қиналып қалады, біреу қазір жаздың кезі әрқайсысы әр жақта демалыста болса, сосын не де болса ең басты кіндік әке шешесі қастарында жүрген солар болсын, сосын осы нағашылары, сосын өзімнің құдаларым болса болады ғой дейтін ұсыныс айтқан келін балама рахмет. Тек ауызбіршілігіміз мықты болсын. Енді қаланың үйі тарлау болғаннан кейін кейбір отырыстарда менің мына 2000 кейде көрінбей қалады. Мен де 30 жылдан асып кеткен. Әйтеуір ұруымның айым екенін білем, бірақ кейде айымдарды ұмытып кетем шақыра беруге. Сондықтан бүгін енді бір нағашысына тұсау кескізем деп жатыр. Сосын жетсін кішкентай кезінде өзі де туған күн үйде қонақ болатын болса, елді звондап бәрін шақырып қояды. Қазір Алматыда үлкен апамға сол ең бірінші үйге келіп отқанда Алматыда екінші ағам, ана апам бәрімізді командамент етіп сөйлейді, командир апамыз. Столдың басында қатып күнмен тыныш отырмын дейтін сияқты. Содан ана ағам осы тәкемді кім шақырып, бізден көріп ешкім осы отырады дейді. Мені дұрығын шақырып, ешкім шақырмаса да дейді. Сол сияқты жетісінің баласы да өткенде аян үйіне барғанда елден ақылы бір ай аян нағашысын тойға шақырып кетті. 20-сында заңғали гүлжасын жасайын деп жатыр. Мыналар келді. Сонымен әлемнің шақыруымен аян келіп қалыпты. Енді көп дастарханда болмаған шығар, Самат Құдалға аян деген өзбектерге 70-ші жылы Үнәр деген келінім Шеркештің қызы, одан кейін үйдің кішкентайы Мазабек деген еді 81-ші жылғы 26-ші жылы жатыр. Былтыр сынауға барды ғой. Сосын келінім аржағындағы Айбаршын деген кіндік мама папасы көкенің қолындағы кіші келін балдары. Енді Мазабек Альбинаның інісі өзіне берекет деген жігіт. Аржағындағы Айдана дейтін айымның жиен шағы әрі Ақылбек деген папасы маған апа болып жүрген, іні болып жүрген жігіт. Bir жағынан ол сендерге қарындас болып келеді. Айдана деген қалғандар мен күнде көріп жүрсіңдер ғой сірә. Ару жағын Аяжанның білесіңдер. Аяжан негізі түп несіне оқығанда маған көген шар. Аяжанның үлкен әжесі біздің кәкеміздің сүйеулейтін кісінің апасы болған. Мынау жоқшылық кезде бөліктермен өспектен екен. Тұрмысқа шықпаған қыз кезінде. Сол жақта жүргенде мына Аяжанның тумаластары Сейітмағамбетов дегендер. Маңғыстау районында, Маңғыстау ауданы жағында Сейітмағамбетов деген атақтылар. Бұлар сол союздың кезінде бай жаңағы қазіргі тілмен айтқанда коммерсант бизнесмендер болған. Сол Сейітмағамбетов шал Атырауға барып, жаңа апамызбен кездесіп қалып, апамыз Маңғыстаудан келген адай кетке естірем, мен елдер бар өтінген екен. Содан апамыз ол кісі осы жаққа алып келіп, апамыз үйдің ішіне келдім, мені өз туаластарын қаулағайын жібер дегенде жаңағы шал жоқ, неде болса үйінің қасына көтерді, сен маған жібер боласың, алдан екен. Сол апамыздан негізі өмірге келген бір бала болған, сол бір баланың Аяжан ұрпағы. Бірақ ол туған жиеніміз көпке жетпей өмірден өтіп кетті. Оның бер жағында енді жиен шағымыз Аяжанның өзінің папасы да алпысқа салынып өмірден өтіп кетті. Осы ауылының құда болғаннан кейін сондықтан Аяжанның да Айданада екеуі де маған тумалас.